Күн шуақты қала көшесінде адамдар асығыс жүріп бара жатыр. Ал бір үйдің бұрышында аппақ кептер үнсіз отыр. Қанаты салбырап қалған. Көздерінде қорқыныш пен үміт бар. Осы сәтте анасы мен кішкентай қыз Айша көшеден өтіп бара жатты. Айша кенет тоқтап қалды. Оның назарын әлсіз кептер аударды. Айша кептерге жайлап жақындады. Құс ұшуға талпынды. Бірақ ұша алмады. Қанаты сынған еді. Айша жүрегі елжіреп кетті. Анашым, көмектесейікші, деді Айша сыбырлап. Қызының мейірімін көрген анасы келісімін берді. Екеуі кептерді абайлап қолдарына алды. Автобуста Айша кептерді бауырына қысып отырды. Ол іштей. Сен міндетті түрде жазыласың деп ойлады. Жануарларды емдейтін клиникада. Ақ халатты дәрігер кептерді тексерді. Уайымдамаңдар, деді ол. Дәл уақытында әкелдіңдер. Жазылады. Айшаның жүзі бал болжанды. Алақай. Ақ кептер ұшады, деді ол қуанып. Үйдегі жылы балконда кептерге жайлы орын жасалды. Су, жем, тыныштық бәрі бар. Айша күн сайын кептермен сөйлесіп, басынан сипап қамқорлық көрсетті. Күндердің күнде кептер қанатын қағып көрді. Ұшуға талпынды. Ата, кептер жазылып келеді, деді Айша қуана. Атасы немересіне мейіріммен қарап. Жақсылық жасаған жүрек әрқашан биікке самғайды, қызым, деді. Балконның терезесі ашылды. Ақ кептер бір сәт кідіріп, Айшаға қарай қарады да қанатын кең жайды. Ақ кептер көк аспанға әуелеп ұшып кетті. Айша қол бұлғап қала берді. Мейірім, ең үлкен күш. Ақ кептер бейбітшіліктің символы. Көк құрақ көлдің сәулеті. Құс пен аң ердің дәулеті дегендей. Қазақ халқы құстарды ерекше қадірлеген. Құстар табиғаттың көркі ғана емес. Еркіндіктің, тазалық пен мейірімнің белгісі. Көгершін көптеген халықтарда бейбітшіліктің нышаны саналады. Ол жер бетіне тыныштық пен береке, адам жүрегіне үміт сыйлайтын қасиетті құс деп есептеледі. Бейбітшілік белгісі ретінде көбіне ер көгершін емес, ұрғашы көгершін бейнесінің алынуы да тегін емес. Өйткені ол аналық мейірімнің, қамқорлық пен өмірді сақтаудың символы. Ертеден ақ көгершін хат тасушы құс ретінде танылған. Ол адамдарды бір-бірімен жалғап, алысты жақындатқан, сенім мен адалдықтың дәнекері болған. Сондықтан көгершін тек құс қана емес, бейбіт өмір мен ізгі ниеттің үнсіз елшісі.